Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Адан яға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге асқабақтан жасалатын оңай, сондай өте дәмді шығатын күзгі пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын сіздерге бір өтінішім болып тұр. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, қазақ тіліндегі арналардың дамуына өз үлесіңізді қосып жіберуіңізді сұраймын. Балаларым пирогтың түсіне қарап апельсиннен жасалған екен деп ойлаған болатын, бірақ кейін дәмін татқаннан кейін асқабақтан екенін түсінді. Дәмі өте дәмді деп бәріне ұнады. Мінекей видеода көрсетілгендей осы заттардан дайындайтын боламыз және рецептін төменде описанияда қалдыратын боламын. Ал енді бәріне ұнаған осы асқабақтан пирогымызды пісіру үшін бізге 200 грамм немесе 1 стакан манка қажет және бөлме температурасындағы 250 мл сүтті қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін біз 10 минутқа қойып қоямыз. Енді асқабағымызды алып, мінекей қабығын тазалап, ішіндегі дәнектерін алып, майдалап турап аламыз өзімізге қажетті мөлшерде және оны теркадан өткізетін боламыз. Құрметті көрермендер, осы орайда сіздерге бір пайдалы ақпарат бере кетейін. Осы асқабақтың ішінен шыққан дәнекті ешқандай жумай кептірмей, бірден сол күйі сыртындағы қабығымен бірге дәнегін блендерден өткізіп алып, күнделікті аш қарынға бір шай қасықтан балаңызға немесе өзіңізде ішсеңіздер болады, бүкіл паразиттен тазартатын болады. Ал енді мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, бізге осы терканың ең үлкен бөлігінен осылай өткізіп алатын боламыз. Бізге мінекей терканың ірі бөлігінен өткен 200 грамм асқабақ қажет болады. Енді бір уақыт осы манкамыз бен сүтімізді тағы да бір жақсылап араластырып қоямыз. Мінекей 10 минуттай тұрды, дайын болды. Енді ары қарай бізге 2 жұмыртқа керек, оның үстіне 150 грамм қантымызды салып, қазір миксермен араластыратын боламыз. Немесе қол миксермен де араластырсаңыздар болады. Осылай біртіндеп қосқан кезде бірден үлкен жоғарғы скоростьқа салып жібермей, жаймен бастау керек, өйткені жан-жағына шашырап кетуі мүмкін. Ал енді осылай дәл осындай ағарғанша жақсылап араластырып алдық. Енді ары қарай мінекей жаңағы манка мен сүтіміз араласқан қоспаның үстіне жұмыртқа мен қантымыздың қоспасын қосатын боламыз. Жақсылап осылай араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осындай бір келкі болғанша. Енді біз ары қарай бізге мінекей бөлме температурасында кәдімгідей еріп тұрған жұмсақ сармайымызды қосамыз. Осы жерде айта кетейін, сармайдың орнына не болмаса күнбағыс майында қоссаңыздар болады. Құрметті көрермендер, сіздерден даусым ішінде кешірім сұраймын, себебі тамағым ауырғандықтан кішкене қарлығып шығып тұр. Ал енді мінекей жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 10 грамм разрыхлительді қосамыз. Разрыхлительді қазақша қопсытқыш деп атайды. Қопсытқыштың орнына не болмаса алдын ала уксуспен гастетілген бір шай қасық ас содасын қосып жіберсеңіздер болады. Енді дайын болған мінекей қоспамыздың үстіне алдын ала өткізіп қойған осы асқабағымызды, теркадан өткізілген асқабағымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Манты пісірген кезде бір 200 грамм бір кеседей асқабақты алып қаласыз да, дәл осы пирогты пісіріп шықсаңыз болады. Ал енді мен үстіне мінекей лимонды майдалап туралған 2 долька лимонды қосып жібердім, шинковать етілген. Лимонды қосу міндетті түрде емес, яғни на любителя. Егер сіз лимонның дәмін ұнататын болсаңыз, кішкене ғана шинковать етіп қосып жіберсеңіз, өте дәмді шығады. Ал енді мен пирогымды салатын ыдысымның асты жаңағыдай алынбалы салынбалы болғандықтан, мінекей қапталын қазір фольга қағазымен орап жатырмын, яғни тестамды құйған кезде ағып кетпес үшін. Мінекей жақсылап осылай фольгамен қапталын жақсылап бекітіп орап шықтым. Ал енді табамыздың түбіне қамырымызды құйған кезде, жаңағыда піскен кезде жабысып қалмас үшін, мінекей табамыздың түбін жақсылап кисточканың көмегімен күнбағыс немесе зәйтүн майымен жақсылап майлап шығамыз. Пирог пісіретін ыдысымыздың қапталы ирек-ирек болғандықтан, жақсылап мінекей кисточканың көмегімен жақсылап қайта-қайта осылай жақсылап жағып жатырмын. Енді кішкене ғана манканы аламыз да осылай түбіне сеуіп шығамыз.
одан кейін осы айналдырып отырып біркелкі болғанша былай айналдырып, яғни манкамыз түбінде біркелкі болу керек. Артығын кесеге алып аламыз. Манная крупаны табаның түбіне не үшін қосты жақты деп ойлайсыздар? Себебі манканы қосқан кезде дайын болған пирогымыз табамыздан бөлінбей, сынбай, оңай шешілуі үшін және де түбі күйіп кетпейтін болады. Ал енді 180 градус алдын ала қыздырылған пешке пирогымызды 35-40 минутта пісіретін боламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, жарты сағат өткеннен кейін жаймен бақылап тұрсаңыздар болады. Мінекей пирогымыз дайын болды. Қараңыздаршы, пирогымыздың түсі сондай сап-сары, ішіне бір апельсин қосып пісіргендей. Негізі таза асқабақтан пісірілген осындай пирог. Пирогымызды суығанша сыртқа немесе салқын жерге қойып қоямыз. Одан кейін суығаннан кейін мінекей пергамент қағазын ағытып, жаңағыдай енді табамыздан пирогымызды алатын боламыз. Менікінің асты алынбалы салынбалы болғандықтан мен аудармайтын боламын. Егер сіздерде пирог пісіретін қалыптарыңыз біркелкі біртұтас болатын болса, бетіне осындай дөңгелек кәдімгі табақты қойып, одан кейін былай аударып алсаңыздар болады. Енді мінекей суыған пирогымыздың үстіне сахарный пудраны қосып, осылай безендіріп жатырмыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай үстін әртүрлі қылып фрукты, ягоды қосып безендіріп жіберсеңіздер де болады. Ал енді дәмін көретін боламыз. Қасымда қыздарым, бала-шағам күтіп тұр пирогтың дәмін көруге. Ал енді бісміллә деп қазір пирогтың дәмін көретін боламыз. Мінекей екінші долькасын кесіп тұрмын, себебі кезекте бір ғана адам емес, 4-5 адам күтіп тұрғандықтан. Ал енді бісміллә деп мінекей дәмін көріп жатыр. Өте дәмді шыққан, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, жасалу жолы оп-оңай, әрі тез дайындалатын, ең бастысы өте дәмді шығатын асқабақтан пирогты шынымен дайындап көріңіздерші. Егер видео пайдалы болса, видео ұнаса, өз құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Бүгін сіздермен болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар. Осындай дәмді пирогпен, өзіңіздің аспаздық шеберлігіңізбен әрдайым жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Жақындарыңызға көтеріңкі көңіл күй сыйлаңыздар.